6-9 ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті. Балалар, сіздер мұның алдындағы сабақтарда орта ғасырларда қазақ жерінде құрылған ежелгі түркі мемлекеттерімен таныстыңыздар. Ал әрбір мемлекеттің өзіндік мәдениеті болатыны белгілі. Сондықтан, бүгінгі сабақтарда біз сіздермен түркі мемлекеттерінің мәдениетімен танысамыз. Орта ғасырлық қалалар құрылысы және орта ғасырларда қандай қалалар болған еді. Және бүгінгі таңда олардан қандай ескерткіштер қалып отыр. Мәдениеттің рухани және материалдық түрлері қандай? Енді осы мәселелермен танысайық. Қазақстан аумағында көшпелі дала мен егіншілікті алқаптың тоғысқан жерінде ежелден отырықшылық пен қала мәдениеті дамыған ірі тарихи мәдени аймақтар қалыптасты. Ол Қазақстанның оңтүстігі мен жетісу аймағы еді. Мұндай жағдай Қазақстан мәдениетінің дамуына өзіндік бір ерекшелік берді. Қала мен даланың байланысы, олардың өзара әсері анық көрінді. Бұл саяси, экономикалық, мәдени, этникалық байланыстар еді. 6-9 ғасырларда Орта Азия мен Қазақстанда қалалар тез өсті. Осы кезде қала мәдениеті екі ауданда, Сырдария алқабы мен Жетісуда дамыды. Олар сауда мен қолөнердің, дін мен мәдениеттің тірегіне айналды. Батыс Түркістан жерінде Суяб, Құлан, Мерке, Тараз, Отырар, Исфиджаб сияқты қалалар бой көтерді. Қала мәдениетінің бұл аудандарда дамуына бірнеше факторлар әсер етті. Олар географиялық орналасуы, яғни қолайлы табиғи климат жағдайлары, екіншіден ежелден отырықшы, егінші, қала мәдениеті дамыған Орта Азияның ықпалы және осы аймақ арқылы 6-8 ғасырларда Ұлы Жібек жолының басты бағыттарының өтуі болды. Орта ғасырларда Қазақстан өзінің қалалары арқылы әлемдік қарым-қатынастан тысқары қалмай, Европа және Азия елдерімен жібек жолы арқылы сауда жасасып, байланысын үзген жоқ. Араб-парсы деректерінде Отырар қаласы Фараб, одан бұрын Тарбан деп те кездеседі. Отырар қаласының керуен жолдарының тоғысқан жерінде орналасып, орта ғасырларда ғылымда Отырар жазирасы деп аталған аумақтың орталығы болды. 7 ғасырда Тараз Ұлы Жібек жолындағы ірі мекенге, Жетісудың саяси, экономикалық және мәдени өмірінің ірі орталығына айналды. Оның төңірегіндегі Талас, Хамукент, Жікіл, Адақкент, Ден, Нуджикент, Құлан, Мерке, Аспар, Жұл, Баласағын, Барсхан қалалары мен қоныстары бір-біріне тізбектеліп жалғасып жатты. Қазақстан жеріндегі халықтардың экономикалық өмірінде сауда үлкен рөл атқарады. 6-10 ғасырлардағы халықтардың саудада Ұлы Жібек жолының зор маңызы болды. Исфиджаб пен Тараз арасында бірнеше шағын қалалар мен керуендер аялдайтын сарайлар болды. Қалалардың өсіп өркендеуі, сауданың дамуы ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұранысты арттырды. Бұл егіншілік пен мал шаруашылығының дамуына себепкер болды. Қазақстан жерінде 6-9 ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген түркі тайпалары өздеріне тән үлкен материалдық мәдениет қалдырды. Түркі дәуіріндегі материалдық мәдениет қалдықтарының түрлері негізінен адамдардың шұғылданған шаруашылықтарымен байланысты болған. Олардың барлығы сол кездегі түркі тайпаларының темір қорытуды жақсы меңгергендігін дәлелдейді. Сондай-ақ, ғылыми қазба жұмыстары кезінде түркілердің зираттарынан құрал-саймандар, қару-жарақтармен қатар қолөнер бұйымдары, әшекейлік заттар өте көп кездеседі. Түркілер тамаша етікшілер болған. Балалар, түркі халықтарының материалдық мәдениеті жөнінде айтқанда, әсіресе зираттардың басына тастан жасалған мүсіндердің көптеп қойылғандығы көңіл аударады. Бұл тас мүсіндер Қазақстанның барлық аймақтарында кездеседі.